үйге жаны бар адамның суретін іліп қойып жатады. Дүниеден өткен аталарының, апаларының суреттерін іліп қойып жатады. Сол кісілерге айтатыным, қатты сағынып баратсаңыз, альбом қылып жаныңызға қойып қойыңыз. Олай іліп қоймаңыз. Жаныңызға алып жүріңіз. Немесе бір альбомға сақ қойыңыз, сағынғанда өзіңіз көріп тұрасыз. Ал ондай іліп қойсаңыз, ол үйге періште кірмейді. Ол жерде оқылған Құран періштенің құлағынан шалынсын деген дұғаларыңыз қайда кететінін өзіңіз көрдіңіз. Сол үшін айтатыным, баяғыда үлкен молдаларды көрген жақсылар бар шығар, үлкен қариялар бар шығар араларыңызда. Баяғыда молда біреудің үйіне кірген кезінде айнаның бетін жаптыратын, суреттің бетін жаптырып қойдыратын, білсеңіздер. Неге істейді десеңіздер, сол жерде адамның бейнесі болмаса екен, сол дұғамыз қабыл болса екен, оқылған Құранымыз далаға кетпесе екен деген ниеті болатын. Сол үшін бауырлар, сурет мәселесіне өте мұқият қараңыздар. Қатты сағынып бара жатсаңыз, сол суретті сақтап, альбом қылып үйіңізге қойып қойыңыз. Сағынғанда ашып көріп тұрасыз. Ал көп адамдарды білем, үйінің төрінде ілініп тұрады, оны көрмейді да, қарамайды да, соның жанында жүре береді. Одан гөрі жақсы қылып альбом қойып қойсаңыз, сағынған сайын көріп ашып тұрасыз. Қазір мына заманда телефоныңызда бар, қолыңызда телефоныңызда сақтап қойыңыз, анда-санда сағынғанда ашып көріп тұратын.